Криштиану Роналду 10 рет трофей алу мүмкіндігінен айырылды. Ол Әл-Насырға кубоктар ұтып Азия футболының тарихын қайта жазу үшін келді. Бірақ алтын медальдардың орнына кезекті сәтсіздікке ұшырады. Командасының Азия футбол конфедерациясының чемпиондар лигасынан ұшып кеткеннен кейінгі оның жүзіндегі күйзеліс бұл нағыз азаптың айнасы. Роналдуға не болып жатыр? Оны расымен біреу қарғап тастаған ба? Достар, видео Париматчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. Криштиану Роналду жанкүйерлерін үнемі трофейлермен қуантып жүрген футболшы еді. Ол Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус сапында түрлі турнирлерде жеңіске жетіп, тіпті Спортинг сапында да Португалия суперкубогын ұтып алған. 2023 жылдың басында Әл-Насырға ауысқаннан кейін бұл клубпен де алғашқы жүлдесін алды. Сол жылы жазда араб чемпиондары клубтарының кубогына қол жеткізді. Бірақ бұл жолдастық турнир еді. Ал таяу шығыстағы ресми жарыстарда Роналду әлі күнге дейін ешқандай трофейге қол жеткізе алмай келеді. Ол бірнеше мәрте межеге таяп келіп сүрініп жүр. 2023 жылдың қаңтарында Әл-Насыр Сауд Арабиясы суперкубогының жартылай финалында Әл-Иттихадқа жол берді. Бірнеше айдан кейін тағы да осы кезеңде ел кубогынан шығып қалды. Сол маусымда чемпионатта да Роналду мен оның командасы көздегеніне жете алмады. 2023-2024 маусымда Роналду мен Әл-Насыр 4 турнирге қатысып, әрқайсысында жеңіске жетуге жақсы мүмкіндіктері болған. Бірақ суперкубокта Әл-Хилаль иеленді. Кейін кубок финалында да Әл-Насыр Малком бастаған қарсыласқа есе жіберді. Чемпионаттағы да екінші орынмен аяқталды. Ал Азия футбол конфедерациясының чемпиондар лигасында команда ширек финалда сүрінді. Соған қарамастан португалдық жұлдыздың жанкүйерлері оған сенуден бас тартпады. Таяу шығыстағы 3-ші жылы болсын, бір трофей алатын шығар деген үміт болды. Алайда 2024-2025 маусымда да Роналду армандаған жүлделерге қол жеткізе алмай келеді. Суперкубок финалында өзі гол соқса да команда жеңілді. Ал кубокта тіпті таңғаларлық жағдай болды. 1-8 финалда Стефано Пиоли баптайтын ұжым қарапайым Аль-Таавуннан ұтылып қалды. АФК чемпиондар лигасында жеңіске жетуге әлі де мүмкіндік бар сияқты еді, бірақ Роналду Европада 5 рет қайталаған ерлігін Азияда бұл жолы жасай алмады. Бұл жолы ауыр соққы Азия чемпиондар лигасының жартылай финалында жасалды. 30 сәуір, Джидда қаласындағы стадион. Әл-Насыр аяқдопшылары Кавасаки Фронтале клубына қарсы матч өткізуде. Барлық үміт Роналду мен оның жұлдызды командаластарында: Садио Мане, Марцело Брозович, Джон Дуран, Оттавио. Бірақ жапондардың асығы алшысынан түсіп әлемді таң қалдырды. Есеп 3-2. Роналдудың баспен жасаған соққысынан кейін доп қақпаның бағанасына тиді де қойды. Ол өзіне өзі бірдеңе деді. Ызалы, қолын сермеп қояды, әбден ашулы. Достар, егер сіз Роналду өнер көрсететін Әл-Насыр клубының өткен ойындардың қорытындысынан хабардар болғыңыз келсе, төменде видеоның сипаттамасында көрсетілген сілтеме арқылы Спортпульт сайтына өтсеңіз болады. Сондай-ақ онда барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, алдағы ойындардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Футбол әлеміне толық ену мүмкіндігін пайдалан. Сонымен Сауд Арабиясына келгелі бері Криштиану 10 турнирге қатысты, бірақ ресми түрде бірде-біреуін жеңген жоқ. Тек бір ғана жоғарыда атап өткен араб чемпиондары кубогы. Бірақ бұл тек жолдастық жарыс. Қалғаны сәтсіздіктің артынан сәтсіздік. Финалдар, жартылай финалдар, екінші орындар. Енді осы бір ащы шындық, 10 рет трофей алу мүмкіндігінің барлығы ауадай жоғалды. Әл-Насырдың ойыны әлсіз, соңғы жылдары ештеңе өзгерген жоқ. Криштианудың келуі өздігінен еш нәрсеге әсер еткен жоқ деп жазады бұқаралық ақпарат құралдары. Дегенмен португалдық болмаса жағдай тіпті нашар болар еді. Роналду Азия чемпиондар лигасында 8 ойында 8 гол соқты. Ал чемпионатта ол 27 матчта қарсылас қақпаға 23 допты оғытқан. Сауд Арабиясы чемпионаты әлсіз, Роналду трофейсіз, бір ғана қуантатыны 1000 голдық межеге жылдам жақындап келеді.
Роналдоның басты қарсылас командалар емес, клуб ішіндегі түсініспеушілік болуы мүмкін. Бас бапкер Пиоли ойымен зейнетте жүргендей, легионер лимиті құрам тереңдігін тұншықтырып тұр. Қақпашылар мен қорғаушылар бүкіл лигада әлсіз. Роналдо, Мане, Брозович болса да Әл-Наср толық жиналмаған пазл сияқты. Тұрақты ойын жоқ, тәртіп жоқ, сондықтан трофей де жоқ. Роналдо келісім-шартқа отырмас бұрын Әл-Хилалға кетуі мүмкін еді, тұрақты мықты клубқа. Бірақ ол ортан қол команданы шыңға шығарғысы келді. Енді соның зардабын әр көктемде тартып жүр. Әл-Иттихад Бензема және Кантемен жеңіп жатыр. Әл-Ахли Азия Чемпиондар Лигасының жеңімпазы, ал Криштианоға тек мінберден қол соғып отырғаннан басқа амал қалмады. Кейбір жанкүйерлер бір-біріне Роналдо қарғысқа ұшыраған деп сыбырлай бастаған сияқты. Қатарынан 10 турнирі және бірде-бір жеңіс жоқ. Бұл мистика ма, әлде ешкімді аямайтын уақыт па? Пікір білдірген жанкүйерлер желіге жетет креш, әдемі қоштас деп жазады. Бірақ ол әлі күресіп жүр, әлі де үмітін үзген жоқ. Сауд Арабия чемпионатының аяғына дейін 5 тур қалды. Турнирлік кестеде Әл-Наср көшбасшыдан 8 ұпайға қалып келеді. Қазір 3-ші сатыда тұр. Қандай болса да үміт оты әлі де бар. Ал келесі маусымда Роналдо не істейді? Келісім шарт мерзімі аяқталғанда кете ме, әлде тағы рет бағын сынап көре ме? Маңыздысы трофей емес, маңыздысы қалай кететінің. Ол 10 рет құлады, бірақ кім біледі, бәлкім 11-шісі жеңіс болар. Бір нәрсе анық, мықты ойыншылар да жеңіледі, бірақ батырлар ешқашан берілмейді. Егер Роналдо әлі де ерлікке қабілетті деп сенсеңіз, бұл видеоға лайк басыңыз, арнаға жазылыңыз, және Криштиану мансабын аяқтау керек пе, әлде трофей үшін күресті жалғастырғаны дұрыс па деген сауалға пікір жаз.